Баршаңызға ассаламу алейкум, қайырлы күн алтындарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің каналымда қатпарлы қаттама наны өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасау жолы да өте оңай. Бұл нанды менің енем қатты жақсы көргеннен айына 2-3 мәрте жасатқызады маған. Міндетті түрде дәл осы рецептпен көріңіздер. Ол үшін бізге тұз суымызды жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, үстіне құйып қамыр илейтін боламыз. Начинкасына жусай немесе көк пияз, немесе жай ғана тамаққа қолданатын ақ пиязды қолдана берсеңіздер де болады. Сонымен қатар қара бұрыш қажет болады. Қамырымыз біздің қатқылдау қамыр болып шығады. Жақсылап қамырымызды елеп аламыз. Су бізде салқын су. Еленіп болған қамырымызды 1 сағатқа салафанға салып, бетін жауып қойып қоямыз. Июі қанып, өзінің орнына келгенше 2-3 мәрте қайтарып отырамыз. Біздің қамырымыз демалып болды. Енді кез келген бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен үлкен-үлкен қып жасағандықтан 4-ке бөліп істедім. Осылай 4 домалақ суала дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Өте маңызды мен үшін. Және де видеоларым сіздерге ұнаған болып жатса, пайдалы болып жатса, жақындарыңызбен, туыстарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналым дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап отырсаңыздар, тіпті керемет, Алла разы болсын дегім келеді баршаңызға. Жақсылап қамырымызды жайып алатын боламыз. Бір келкі қып жұп-жұқа болғанша жаямыз. Сары майымызды ерітіп аламыз. 82% сары май менде. Жақсылап ерітіп аламыз. Су шыққанша ерітпейміз. Жай ғана орташа қылып ерітіп аламыз. Және де көк пиязымызды ұсақтап турап, қара бұрыш тұз сеуіп, араластырып, осылай ортасына начинкасын жайып шығатын боламыз. Сонымен қатар рулетик сияқты орап шығамыз. Өте тығыз қып орамаймыз, достар, бос қып орасаңыздар болады. Тура видеодағыдай орап алып, осылай басып-басып целлофанға салып, морозильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Майымызды аз ғана құйып, жағып, ішіне кез келген начинкамызды саламыз. Осылай ақ пиязды да тұзға және де бұрыш салып, араластырып жасадым. Өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде бұлай да жасап көріңіздер. Осылай тура видеодағыдай бос етіп орайтын боламыз. Үшінші варианттың классический қып дайындадым. Ішіне еш нәрсе салмай, құр майдың өзін ғана жағып жасадым. Балдарыма өте қатты ұнайды. Сондықтан ішіне еш нәрсе салмай жасадым. Арасына аздап қана ұн сеуіп жіберіңіздер, сонда нандарыңыздың арасы ашылып, жеке-жеке дара-дара қатпарлы болып шығады. Бұны да осылай орап аламыз да морозильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте біздің демалған қамырымызды осылай жайып шығатын боламыз. Оқтаумен жұқалап жайып шығатын боламыз. Аз ғана ұн сеуіп отырамыз, достар. Табамызға 1-2 ас қасықтай май құйып, екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Құрғақ күйінде де пісірсеңіздер болады. Құрғақ күйінде пісіріп алғаннан кейін сары майды жағып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Мен осылай 1-2 ас қасық май құйып, соған пісіріп алатын боламын. Баяу отта крышкасын жауып қоямыз. 3-4 минутта пісіп шығады.
Осымен достар, менің наным дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады, қып-қызыл болып. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер достар.